Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алла жақсы көретін адамның сипаттары. Белгілі ғалым, хадис білгірі Хасан әл-Басри былай деген: Алла жақсы көретін адамды мына бір қасиеттері арқылы тануға болады. Олар сөйлесе, өтіріксіз шындықты айтады. Біреуге сөз берсе, оны міндетті түрде орындайды. Туыстарымен қарым-қатынасын үзбейді. Мұң-мұқтажға қарайласып, әлсіздерге қол ұшын созады. Тәкаппарлық пен мақтаншақтықтан сақтанады. Алланың бұйырғанын орындап, тыйғанынан алыс болуға, көркем мінез танытуға, Алла разы болатын істерді атқаруға тырысады. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.